Ертеде, жап-жасыл сиқырлы орманда кішкентай түлкі өмір сүріпті. Бұл түлкі өте епті, үнемі қызық оқиға іздеп жүретін. Сол орманда оның екі көршісі бар еді. Бірі балдың иісін бірнеше шақырымнан сезетін, бірақ өзі өте момын аю. Екіншісі үнемі тамақ іздеп жүріп, бірақ ештеңе таба алмай қалатын аңқау қасқыр. Бір күні түлкі аю бал құйып тұрғанын көреді. Аю тәтті балын құтыға құйып кенет балын төгіп алады, үсті басы бал болып бүлініп қалады. Ал қасқыр оны көріп, мынаны қайдан алдың деп жүгіріп келе жатып, балдың үстінен тайып шалқасынан түсіп қалды. Түлкі мұны көріп шегін ұстап күлді. Бірақ қызық мұнымен бітпеді. Үшеуі бір-бірін қағып соғып жүріп, байқамай үлкен шұңқырға топ етіп құлап түсті. Сөйтіп аю екеуін шығарып, өзі де шығады. Шыққан соң бір-біріне қарап, еш себепсіз күліп қоя берді. Сол сәттен бастап үшеуі бөлінбейтін нағыз достарға айналды. Және орманда аралаған сайын олардың күлкісі бүкіл ағаштарда жылтатын болды. Міне біздің қызықты әрі көңілді ертегіміз осылай аяқталды.